Соңғы уақытта халқымыз осындай жан азығынан, рухани байлықтан қол үзіп бара жатқандықтан мемлекет тарапынан осы мәселеге ерекше көңіл бөлініп, оны дамытуға ықпал етіп жатыр. Президентіміз кітап оқу рухани кемелденудің көзі. Қазіргі уақыт секунд сайын жаңарған ақпарат заманы. Алтын уақытымызда пайдалы істерге жұмсағанымыз жөн деген болатын. Соған орай жас жеткіншектердің қызығып оқитын кітаптарын көптеп шығарып, алыс ауылдардағы мектептерге таратудың маңыздылығын ескере отырып, аталған іс-шаралар мазмұны біздің колледжде де оқуға құштар жобасын қолға алды. Керімқол кімді ерекше күтті? Қай ресторанға жасады? Енді екінші тапалардағы сұрақтар. Бірінші сұрақ Шерхан Мұртаза дүниеден озған жылы. Балалар оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылар, оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар, іздегеннің алдынан іздемей ақтады.